Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. HTML CSS JS сабақтарының 16-шы бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі бөлімде біз viewport және де media queries деп атайды. Қазақша media сұраныстар деп атасақ, аударсақ болады. Бұл media queries пен viewport не керек бар десеңіздер, ол бізге мынау үшін керек. Егер де біз сайтымызды ашып қарайтын болсақ, и осы сайтымызда енді қазір инструменты разработчиканы ашып қараймыз. И сіздерде мынандай нәрсе болады, мынау жанында мынау нәрсе бар, мынандай сотканың бір планшеттің иконкасы сияқты. И осы кнопканы бассаңыздар, сіздерде мынандай нәрсе шығады. Егер мынау жабық кезінде былайынан тұрады, әшейін мынаны бассаңыздар, мынандай нәрсе шығады, то есть экран. И осы жерде үстінде бірінші тұрған жерден біз өзімізге керекті экранның өлшемін таңдасақ болады. Егер де қазір менің компьютерімнің экранын қарайтын болсаңыздар, міне все так система дисплей, и менің ноутбугымның экраны 1366-768 пиксель дегенімді білдіреді. Бұл вообще разрешение экраны не екенін түсінбей отырсаңыздар, ол мынандай нәрсе. Егер сіздер қараңыздар, мынау қазір суретті қарайтын болсаңыздар, мына жерде мынандай көшелерден көрген шығарсыздар, бұндай қалада өте көп мынандай нәрселер. То есть әртүрлі андай точка, лампочка арқылы кез келген сурет немесе видеоны өйстіп шығаруға болады. Тура сол секілді мынау біздің компьютерімізде де экранымыз былайынан, яғни мынау 1366 дегені ол былайынан енінен то есть біздің ноутбугымыздың былайынан экраны, то есть 1366 пиксель деген ол былай қарай енін білдіреді. То есть осы аралықтағы ұзындық 1366 пиксельге тең мына жерде. Ал былай қарай төмен қарай мынау биіктік или қалай болады өзі, ені либо ұзындығы либо биіктігі, короче, өздеріңіз түсініп аласыздар. То есть мынау ені 1366 пиксель, ал мынау жаны, то есть 760 пиксель, яғни 768 точкалерден құралған былайынан, ал былайынан 1366 пиксельден құралған. И общий соның ұзындығын қазір пиксельдің санын есептейтін болса, калькулятор арқылы 1366 көбейтілген 768 тең болады. То есть менің мынау ноутбугымның экранында дисплейінде 1,049,088 пиксель бар. То есть мынау суреттегі сияқты, жәнедегі так загрузки қайда. И мынау суреттегі сияқты осындай андай жанып тұрған точка светтер, мыналар микроскопический өте үлкендері, өте үлкен, то есть қалай айтсақ болады, өте көп майда лампочкалерден құралған. И соның арқасында біздің экранымызда любой суреттер, любой нәрсе көрініп тұрады, яғни түрлі түсті болып. И осындай бізде әртүрлі ноутбуктың экрандарында, соткалердің экранында ол әртүрлі мәнді береді. Қараңыздар, біз мына жерде барып таңдайтын болсақ, соны таңдап болады. Мына жерде Moto G4 деген сотканың түрі. И одан кейін мыналарда Galaxy S5 Pixel, iPhone 5s, 678, 678 Plus, iPhone X, iPad, яғни планшетке ауыстырсақ болады. Немесе Surface Duo деген не ол өзі? Surface Duo дегенде бірінші рет естіп тұрмын мен. Surface Duo деген бұлай екіге ашылатын экран екен ғой. И мына Galaxy Fold дегенде, по-моему, Surface Duo сияқты сотка, яғни ашылып жабылатын. И мына жерде мынандай бар, Edit деген кнопкасын бассаңыздар, сіздер мына жақта, мына жерде отображать етіп тұратын списокті өзгертсеңіздер болады. Мына жерде галочка арқылы қосып ше, мысалға қазір Microsoft Lumia-ны қосатын болсам, қазір мына жерде Microsoft Lumia деген үстінде пайда болды. Бірақ бұны ескертіп қояйын, мынау осы Google Chrome'ның мына инструменті разработчика, яғни осы мына бөлікті инструменті разработчика деп атайды, яғни осы окноны. И ол кейбір кездері қатып істейді.
То есть сіздің компьютеріңіз өзінен өзі қатып қалып, қайтадан мынау значениелер бұрын қалпына кетіп қалуы мүмкін, немесе өйстіп қатып қалады да ноутбугіңіз сөйтіп экран ішінен шығып кетуі мүмкін. То есть ол мынау Google Chrome'ның именно осы инструмент разработчикасының қателігі, яғни ол кейбір кезде көп дұрыс істемейді. Сол үшін соны еске алып қойыңыздар, кейбір күнде, кейбір уақыттарда өзінен өзі істемей қалса. И мына edit арқылы біз жаңадан сотка добавить етсек те болады разрешениесін. Мына add custom device дейміз да, мысалға менде қазір Samsung Galaxy S9 Plus деген сотка бар. Бұның так разрешение экраны қанша екенін интернеттен іздеп қарайық. Galaxy S9 Plus. Так, характеристикасын ішінен көру керек. Егер де қазір любой сотканы қарайтын болсаңыздар, мына 2960-тан 1440 дейді. Мынау бірінші жазылатын ол ені, значит бізде ені 1440. Ал биіктігі 2960. Так, user agent деген, бұл user agent деген нәрсе не екенін түсінбей отырсаңыздар, егер де қазір қараңыздар, мен мына жерден жаңадан Ctrl-Shift-N арқылы Ctrl-N мен жаңа окно ашайын. И мына жерде қараңыздар, біз любой сайтқа кіретін болсақ, Google-дің өзіне кіретін болсақ, и так инструмент разработчикасын қазір ашып қараймыз. И мынандай жерде нәрсе бар, қазір егер мынау network деген ашып, мына сайтты перезагруз етсек, и мына жерде мынау all деген тұру керек, чтобы бәрі не болу үшін. И ең үстінде бірінші тұрғанға бассақ, мына жерде мынандай нәрсе бар, headers деген нәрсе бар. И осы жерде қазір ашып қарайтын болсақ, мына жерден user agent style sheet, міне user agent деген мынандай нәрсе бар, осындай жазулар. Бұл не десеңіздер, ол просто мынау сайтқа кірген адам қандай устройство арқылы кіргенін жіберіп тұрады. Ол бізде Google Chrome арқылы кірген, соны мына жерге жазып қойған, бірақ мына жерде түсініксіз негізі. Бірақ осы Google Chrome арқылы кіргенімізді анықтау үшін керек. И осы жерде бізде мынау жерде user agent дегенге бұл жерге ештеңе жазбай қойсақ та болады, по идее. Бірақ негізі мысалға қараңыздар, осы Google Chrome жазу үшін жаңа дегендей, қайт бекер жаптым ғой. Так, network сайтты обновить етеміз да, ең бірінші тұрғанын басамыз. И осы жерде мынаны копировать етіп алып, сол жаққа вставить етсек болады. Ол кезде Google Chrome арқылы кіргенімізді білдіреді. User agent string дегенге. Ал егер де қазір біз егер Google Chrome емес, не арқылы кіріп көрейік, қазір мысалға Firefox арқылы. Так, Googleға бірдеңе жазайық. И бұда да инструменты разработчика, веб-разработка, инструменты разработчика деген ашып қараймыз да, и страницаны обновить етеміз. Так, сеть. И бірінші тұрған басамыз. Так, заголовки бізде user агенттің астын қарайтын болсаңыздар. Так. Бар осы дейме. Қазір енді мен осыны копировать етемін да, и мына жаққа вставить етіп қояйық, чтобы разницасын білу үшінші. Бізде Mozilla-ңкі мынау да. Ал жаңадегі Google Chrome-тікі. Ал Google Chrome-тікі мынандай строкаға тең. То есть қараңыздар, екеуінің разницасы бар. То есть мына Mozilla-ңкі мынандай болып жазылады, ал Google Chrome-тікі осылай жазылады. И осы жерде мына жерге мән беріп қарайтын болсаңыздар, даже ол user агенттің ішіне мынандай нәрселері кеткен. Windows арқылы кіріп тұрғанымда даже менің 64 биттік не екенін, потом Firefox-тың версиясы 82-де 2 дейді, қайын біз тексеріп көрейік. Біздің сайтымызда сонда 82-2 деп тұр ма? Так, неге Firefox 6 дейді? Так,
Справка. Жоқ, справка емес. Так, версиясын қалай көруге болады мынаның? Google, так, панель, новое окно. По-моему, настройканың ішінде болу керек. Міне версия 6383 бит дейді. Мынау, по-моему, жаңа download етіп кетті ғой, мынандай экран шыққанына қарағанда ше. Қазір егерде қараңыздар, біз мынау веб-разработка, инструменты разработчикқа кірсек, и мынаны download етсек, ең бірінші get запрос. Иә, көрдіңіздер ма, мына жерде 83-ге алып кетті. Мен просто мынау Firefox'ты ұзақ уақыт пайдаланбаған соң ше, менің мынау браузерім андай жаңағыдай кіргеннен кейін обновлениеге, автоматик обновлениеге неғып, 83-ші версиясы тартты. Енді қазір қараңыздар, біздің Google Chrome'ның версиясын қарайтын болсақ, егер мына жерден индексті жауа салайыншы. Мына, то есть Firefox'ның 83-ші версиясы екен бәрі көрініп тұр. И Google Chrome 86.02, 04 бірдеңе деген ондай версиясын көру үшін, так, настройкаға кіреміз да. Браузері Chrome десек, так, мына жерде 86 ғой, иә, дұрыс, бәрі 86 екен. То есть түсінген шығарсыздар, то есть бізде мынау қандай компьютермен кіріп тұрғанымызға үшін жазылып тұрады, бірақ мынада что-то Google Chrome'да олай жазылмаған екен. Бірақ мына Mozilla'да мына Windows'пен кіріп тұрғанымызға үшін бәрін көрсетіп тұр. Сол үшін user агент деген осы үшін керек, яғни сол сайтты пайдаланып жатқан адамның қандай соткамен кіргенін, қандай браузермен кіргенін, ол браузердің қандай версия екенін. И мына жерде mobile деген таңдаймыз, ат деп давать етсек, уже бізде мына Galaxy S9 деп давать етіп тұр. То есть Galaxy S9-да біздің сайтымыз осылай көрінеді. Одан бөлек мына екінші тағы бір ең үстінде responsive деген нәрсе тұр. Ол responsive деген адаптивный дегенді білдіреді. Адаптивный деген мына жерде экранның үстіне қарайтын болсаңыз, мынау ені мен мынау биіктігінің размерлері, то есть былай үлкейтіп кішірейтіп берсеңіздер болады. Мына жерде мынандай процентімен 50%, там 125%, 150%. Мына соткалардың мәнін ауыстыра берсеңіздер болады. Мында fit to window десеңіздер, как бы астына жабысады. Қараңыздар, мен 150% болсам экранға сыймай тұр ғой. Мына жерде fit to window деген сол экранға сиятындай көрсетіп тұрады. И онлайн деген енді мына жерде андай интернеттің несіне байланысты. И мынандай, мынау неге планшетный, жоқ, қалай дейді, ондай портретный и ландшафтный режимге ауыстырады. Дальше осылай. То есть осы жер бізге не үшін керек деген сұрақ болса, ол бізге осындай біздің сайтымыз әртүрлі устройстволарда қалай көрінетіндігі жайлы айтып тексеріп көрсек болады. Яғни сіздер әртүрлі там планшет, сотка сата алмайсыз ғой, сіздің сайтыңыздың қалай көрінетінін тексеру үшінші. Просто осы арқылы мына жерден біздің сайтымыз қалай көрінетінін, таблет деген планшеттерде қалай көрінетінін, лэптоп деген ноутбуктерде, лэптоп L деген как бы large дегенді білдіреді, яғни үлкен экранды ноутбуктерде. И мына 4К деген өздеріңіз білесіздер, 4К разрешение. Бірақ енді 8К жоқ, енді 8К мониторлар әлі қазір шығып жатқан жоқ қонша. И осы жерде мынандай нәрсе бар, қараңыздар. Біздің Galaxy S9 Plus-ға қарайтын болсаңыздар, оның экраны 1440 пиксель, яғни ұзындығы. Ал менің ноутбугымның ұзындығы дегенде ені 1366. Ал биіктігі вообще үлкен, қараңыздар, 2960 пиксельді. Ал несі 768 пиксель менің ноутбугымде. Сондықтан мынандай нәрсе пайда болады, бізге осындай үлкен разрешениедегі экранға біздің мысалға мына біз пиксельдер арқылы мәндер беріп кеткен жерлеріміз бар. Егерде қарайтын болсаңыздар, 20 пиксель деген фонт сайз мысалға 40 пиксель деп беріп кеттік. Осы нәрселер осындай мынандай экрандарда олар слишком крохотный болып көрінеді, яғни өте кішкентай. Қараңыздар, жазуларды біз вообще көре алмаймыз, өйткені так fit to window. Так, 50%-ке қойсақ үлкейіп кетеді екен. И менің соткамда біздің сайтымыз мынандай түк көрінбейтін болады. Мынаны адам, мысалға менің соткам мынандай үлкен, осындай ғана соткам болса, мына ішіндегі жазулар вообще точка болып тұр.
осындай нәрсені болдырмаш үшін соткілерге и планшеттерге мынандай нәрселер енгізілген. Ол жалпы любой нәрсеге viewport деген нәрсе бар. Яғни ол viewport деген ағылшын тілінен аударылғанда область просмотра деген, білесіз қазақша қалай өзі, көрсетілім облысы, либо сахна облысы, білмеймін короче қазақша қалай болатын. И мына жерде қараңыздар, viewport, Google'дан viewport device size деп іздесем, и мынандай нәрсе бар, мына screen size деген мынау бір сайт бар. И осы жерден іздеп қарайтын болсаңыздар, міне мынандай девайстың түрлері бар. То есть қараңыздар, бізде қазір мына жерде Galaxy 9 Plus тауып аламыз ба? Так, Ctrl F, Galaxy S9 десек. Так, S9 шықпайды екен ше. Так, ну мақұл, S8 бар. Қараңыздар, S8-ның да разрешениесі сондай, мына тура мен сияқты. Бірақ мыналар қате жазған ау деймін, өйткені бізде мына width дегені 1440 қой, өйткені соткілер как бы былайынан тұрады емес, тіке мынандай компьютер сияқты былай емес. Ну, то есть соткілердің негізгі форматы портретный режимде тұрады постоянно, аландай нелер, компьютерлер былайынан планшетный, ландшафтный режимде тұрады. Мыналар енді сәл халтурит еткен ойдың қарағанда. И бұны қарайтын болсаңыздар, так, тұратыңыздар. Мына жерде что-то viewport'тың размерін жазбапты. Так, бізге бұл сайт керек емес, значит. Бізге viewport size. Так. Бүйтейікші, так. Samsung fonts viewport sizes. Вот мына бір сайт шықты әйтеуір. mediag.com деген ба. И қараңыздар, осы сайтта мынандай нәрсе жазылған. И мынандай нәрсе бар, так, Android девайс, мына Samsung Galaxy Z бар екен, құдайға шүкір. И бұл жерде мынаны қараңыздар, оның міне ұзындығы ені 1440-та, ұзындығы 2960-та, и оның viewportының сайзы бірақ сәл басқаша. Мына үстіне қарайтын болсаңыздар, міне viewport деп тұр. И осының жанына қарайтын болсаңыздар, ол мына экран мынандай болғанымен, яғни физически разрешениесі осындай болғанымен, оның viewportының размері мынандай ғана 360-та 740. Осыны шатастырып жүрмеңіздер. То есть біздің экранымыздың размері неге бұлай, то есть мынандай үлкен экран болғанымен, оның viewportның размерлері әрқайсында әртүрлі болады. Мына жерде мысалға iPhone XS Max, яғни бұларда мынандай, мынау iPad планшеттер мынандай болғанмен разрешениесі экранның, бірақ оның несінің viewportның разрешениесі мынандай ғана болады. Ол бірақ осындай только планшет пен телефондарға арналған, то есть экраны кішкентай, бірақ разрешениесі өте үлкендерге. И viewport деген сол үшін керек, чтобы біздің мынандай сайтымыз крохотный көрінбес үшін. И одан кейін біздің мына осы медиа запросы екінші нәрсе, ол не үшін керек дейтін болсаңыздар, осындай әртүрлі экрандарда біздің сайтымыз әдемі көріну үшін, яғни оны адаптивный көріну деп айтады. Яғни адаптивный деген как бы адаптация, қалай өзгермелі дегенді білдіреді. Ма егер қазір қараңыздар, мен youtube.com-ға кірем да. youtube.com-ға кірем. И енді қазір мынаны мен экранды былайынан кішірейте бастасам, қараңыздар, мен экранды уже бүйтіп кішірейте бастадым да. Сөйтіп мына жердегі меню жоқ болып кетті да, мынандай только иконкалар ғана қалды. И мына жер мына 4 неден тұратын болды, және де басында 5 нәрседен тұр. Хотя нет, 4 екен ғой мен. Так, мақұл, ол мына жерде 4 тұр. Егер қазір қараңыздар, тағы да экран кішірейтсем,
Міне уже төртеу жойылды да үшеуге айналды, яғни үш колоннадан тұрып жатыр. И тағы да кішірейте бастасам, уже екі колоннадан құралып тұр. Тағы да кішірейте берсем, уже мына жанындағы меню жоқ болып кетті да, екеуі ғана шығып тұр. Енді тағы да кішірейтсем, мына жерде мына поиск жоғалып кетті, қараңыздар. Мына поиск тұр, тағы кішірейтем, поиск жоғалып кетіп жатыр. И тағы кішірейтсем, уже бір-ақ колоннадан тұрады. То есть осындай мынандай экранның размеріне байланысты өзгеретін сайттарды, то есть сіздің сайтыңызды мысалға 1000 адам пайдаланса, оның біреуінің экраны үлкен болады, біреуінің экраны кішкентай болады, біреуі соткамен кіреді, біреуі үлкен экран соткамен кіреді, біреуі кіші экран соткамен кіреді, біреуі планшетпен кіретін болады. Біреулер андай 4К монитормен кіруі мүмкін, или 8К телевизормен сіздің сайтыңыз қарауы мүмкін. Сол үшін осындай әртүрлі экрандарды сіздің сайтыңыз әдемі көріну үшін бізге осындай viewport, media queries деген керек. Біздің егер сайтымыз қарайтын болсақ, бізде мына сайтымыз адаптивный емес вообще. Өйткені қараңыздар, мына астында мынандай нәрсе пайда болып кетті. Егер ең астына түсетін болсаңыздар, міне біздің сайт былай көрініп тұр. То есть бұл убогий көрініп тұр. Олай болмайды, өйткені сізді бұлай интернетке кіретін адамдардың почти қазір уже 60% осындай сотка арқылы кіреді, яғни сіздің сайтыңыз соткілерде де дұрыс көріну керек. И сол үшін бізге media queries деген керек. Оны media queries мен жұмыс жасау үшін ең бірінші бізге мынау HTML-дың ішіне мынандай нәрсе жазып кетуіміз керек. Мета ақпарат деген ол мынау мета тег арқылы жазылады. И ол жерде былайынан жазамыз, яғни мета дейміз да, ішінде атрибутына name деген атрибут жазамыз. То есть name деген атрибут, оның ішіне қабылдайтын мәніне viewport деп жазамыз. И одан кейін метаның content деген атрибуты бар. Оның ішіне мынандай нәрсе жазамыз, with, яғни ені, тең, device with дейміз. То есть экран девайс деген, яғни устройство деген білдіреді. То есть сол адамның кіріп отқан экранның еніне біздің еніміз тең дегенді білдіреміз. И дальше бізге керегі initial scale деген нәрсе бар. Оған 1 деген мән береміз, яғни ол 1 деген сол сотканың viewportының размерін ал дегенді білдіреді. Initial scale деген бастапқы үлкейту ма, қалай болады. Енді осын сақтаймыз да, біздің сайтқа қарасақ ештеңе өзгермейді, өйткені ол әшейін просто хабарлама ретінде керек, ол мета ақпарат деген. Қазір егер initial scale-ды 2-ге өзгертсек, мынандай сайтымыз үлкейіп кетеді, қараңыздар. 2 есе егер қазір мен мысалға бір 5-ке қоятын болсам, біздің сайтымыз мынандай 5 есе үлкен. Мынау үлкен болып кетті, мына тексттеріміз мынандай қуып кетіп жатыр. Егер де қазір 1-ге қоятын болсақ, онда бәрі нормально. И мына device with-дің орнына да біз былайынан жазсақ болады, по-моему, 400 деп ше. Или қазір 100 деп па. Или пиксель жазылатын бет, что-то не помню ше. Көрейік. Meta view port деп іздейік. И мына developer Mozilla-ның ішінен қарайтын болсақ. Initial scale with alt так, свойство with определяет размер окно просмотра, он может быть установлен на определенное количество пикселей. Ну, то есть былайынан бүйтіп жазуға болмайды, то есть мысалға сізде 100 пиксель деп ше, 100 деп ше, или хотя бы. Өйткені бізде viewport'тың размері әртүрлі экранда әртүрлі көрінеді, мысалға сізде сайтыңызда бір адам бір ғана устройствомен кірмейді, ол 1000 адам 1000 түрлі устройствомен кіреді. Сол үшін бізге device with, яғни сол адамның қолданып отқан экранның размері керек. И дальше андай максимум scale деген бар, яғни ол экранды былайынан соткілерді не қылсаңыздар, андай увеличить етуге болады. Так, қалай мына жерде көрсетамайымшы қазірге андай. Біз соткідегі экранды былайын 2 саусақпен үлкейтсек болады ғой, типа 2 саусақпен андай прикосновение арқылы. Сол үшін керек, яғни максимум scale мен initial scale-ді солайынан көбейтсек болады, яғни ол сотканы пайдаланған адам үлкейтсе болады. И дальше бізге енді керегі мынау керек. Енді бізге CSS-ке барамыз да, media queries пен жұмыс жасау үшін
яғни медиа запростармен жұмыс жасау үшін бізге CSS-те мынандай синтаксиспен жазуымыз керек: собачка, медиа. И мына жерде медианың түрлері бар, қараңыздар. Менде screen деген түрі бар, ол. Потом print деген бар. И потом speech деген бар, по-моему. Speech. И одан кейін all деген бар. Мыналар нені білдіреді десеңіз, screen деген біздің сайтымыз көріп жатқан адам компьютермен, либо ноутбук, либо сотка, либо телевизормен кіріп тұр дегенді білдіреді. Өйткені screen деген экран дегенді білдіреді. Ал print деген уже принтер дегенді білдіреді. Қазір мен жауап жасай салайын. Егер де біздің сайтымызды қарайтын болсаңыздар, қазір Ctrl-P-ді бассаңыздар, мынандай распечаткаға шығаруға болады, немесе мына жақтан менюді оң жағынан басып, мынандай мына жерінде міне печать деген нәрсе тұр. Осыны бассаңыздар болады, немесе мынау экранның өзінде мынандай мышканы оң жағын бассақ, мынандай печать деген нәрсе тұр. И осыны қазір Google Chrome'да мынандай жерінде дополнительные настройки дегенде мына фон деген галочка қойсаңыздар, біздің мына черный фонымызды алып тұр, иә. И енді қазір қараңыздар, print деген сол үшін керек, яғни осындай принтерлер үшін алма speech деген андай компьютерде кейбіреулерінде мынандай Edge'да, Microsoft Edge'да мынандай нәрсе бар еді, по-моему. Қазір мынау сайтты оқитын болсақ, Яндекс кіріп кетті. Прочесть вслух деген нәрсе бар. К дополнительным результатам, к основным результатам обратная связь о специальности. То есть мына осы мынандай прочесть вслух дегенді пайдаланған кезде осындай мынандай стильдер, speech деген осы нәрсеге арналған, all деген мына үшеуіне, үш түрлі устройствоға арналған деген біледі. Егер қазір бұны тексеріп көрейік, практика жүзінде медиа print дейміз да, сөйтіп осының ішіне қараңыздар, мен body деймін да, background color деймін да, то есть либо background деймін да, мынаған red деп жазатын болсам, енді қараңыздар, біздің сайтымыз қазір черный болып тұр да, мынау көзіміз көріп тұрмыз, яғни экранда черный болып шықты да, ал Ctrl-P мен бассам, уже мынау принтерге шығару үшін бізге қызыл түсті сынып тұр. Ол неге бүйтті деген сұрақ туындайтын болса, біздің артымызда сайт черный, неге мына жер қызыл болып тұр деп сұрақ туындаса, ол мынау бізде CSS-ның ішінде былай жазғанымыздың кесірінен болып тұр. Яғни біз медиаға принтерді таңдадық, яғни распечатка шығарар кезде оның арқасын мынандай қызыл түске бояп шығар дейміз да. Медиа print деген осы үшін керек, ал мысалға мынау screen дегені ол ноутбуктың экраны үшін де, ноутбук емес, енді сол смартфон, либо любой бір устройствоның экраны үшін керек деген білдіреді. Егер қазір Ctrl-P бассам, уже бізде арқасы черный түс болып тұр. Өйткені біз уже мына жерде өзгертіп кеттік. И енді бұны дальше не керек бар, оны біз қайықта пайдаланамыз деген сұрақ туындайтын болса, енді бізде мынандай нәрсе бар. Мынау медиадан кейін біз еще былайына жақшаның ішіне мынандай нәрселер жаза аламыз. With дейміз де, with тең 1200 пиксель дегіш. Тең емес, по-моему, былай еді. То есть мына жазылу конструкциясына қараңыздар, мынаны дәл осылай жазу керек. Яғни собачка медиа, потом жақша ашылған with қос нүкте 1200 пиксель деп. И осының ішіне енді біз body, background red дейміз. То есть мынаның ішіне біз осы 1200 пиксель болатын экранда, только осы 1200 пиксельге тең болатын экранда ғана біздің body'ымыздың арты черный болу керек деген, қызыл болу керек деген білдіреміз. И қараңыздар, біз қазір мынаны замечательный біздің инструмент разработчиканы пайдаланымыздар. Респонсивтің ішіне қазір мен 1200 пиксель деп жазамын мынау. И қараңыздар, сол кезде бізде мынандай нәрсе болып тұр. То есть біздің так, мына 1054-ке ауысып кетті. Қараңыздар, 1200-ге қойсам, біздің экранымыз черный айналып кетеді. Қызыл айналып кетеді. Бірақ сәл өзгертсем, бір какой-то значение. Мынау, короче, мынаны көрдіңіздер ғой, және андай қуып тұрған үшін, сол мынау Google Chrome'ның өзінің сол инструмент разработчика солай қуады өзі. И қараңыздар, мына 1200 пиксель кезінде қызыл түсті, и мен 1200
1 пиксель десем уже черныйға айналып кетеді. Өйткені бізде мына ең үстінде body'іміз черный түске жазылған, мына background color, яғни bg color 1 деген, ол мына черный. Черный дегенде чуть-чуть черный. И енді қараңыздар, сонда біз определенный экранның размерлеріне байланысты біз осылай стильдер беріп кетсек болады. Ол не үшін керек десеңіздер, бағанағындай әртүрлі экранда біздің сайтымыз әдемі көріну үшін. И мынаны өзден бөлек мынандай варианты көп. Оның ше қазір қарайтын болсаңыздар, media queries деп іздейсіздер да Google'дан. И мынау Mozilla сайты бар, используй. Мына жерде болмаса Mozilla. Так, Mozilla деп жазасаңыздар өз. И мына жерде бірінші шығып тұрмын, developer Mozilla использование медиа запросов деген ше. Осы жерде подробно жазылған. И одан мынандай, одан бөлек мынандай нәрсе бар. Біз және мына with деп беріп жатырмыз ғой, одан бөлек мынандай hate деп берсеңіздер болады. Aspect ratio деген ол не? Aspect ratio деген не? Ол соотношение сторон деген біледі. Бізде мына менің ноутбугымда соотношение сторон 16:9. Ал егер квадратный болса 4:4 деп, либо 1:1 дегенді білдіреді. Orientation деген, яғни ориентация, ол жәндегінде соткілерде портретный, либо ландшафтный режимге ауысады, соны білдіреді. Resolution деген, ол разрешение экрана. Жоқ, resolution деген плотность пикселей вводим, по-моему. Плотность пикселей дегенді білетін болсаңыздар, бұл яғни плотность пикселей дегенді Google'дан іздейтін болсақ, плотность пикселей деген, по-моему, ол дюймға байланысты не еді жаңағыдай, то есть 1 дюйм квадраттың ішіндегі пиксельден, это количество пикселей умещается в определенном физическом размере, в обычный в дюйме. Яғни дюйм деген ол бізде қазір 2,72 сантиметр ма? Так. Дюйм сантиметр. Жоқ, 2,54 екен. И қараңыздар, сонда 2,54-тің квадраты, яғни сондай сантиметр квадрат жердегі мынандай пиксельдердің саны, сол плотность пикселейді береді бізге. И дальше мынаны оқи беріңіздер, мына color деген просто черно-белый, так, мынаны дальше варианттары көп. Бірақ оның ішінде көбінесе осы with пайдаланамыз, өйткені экранның бізде еніне байланысты өзгереді көбінесе. И одан бөлек мынандай нәрсе бар, min сызықша with деп жазсақ болады. Бұл нені білдіреді десеңіздер, қараңыздар, біздің экран постоянно қызыл болып тұр. Ненің кесірінен десеңіздер, ол мынаның кесірінен. F12. Қараңыздар, бізде 1200 пиксельден жоғары болса, мына жерде мәнін қарасаңыздар, өзгеріп тұрған мәнін. Мынаған мән беріңіздер, мына жерге. 1210, 1300, 1400, 1600, мына жерде сонда 1200-ден үлкен болса, онда біздің артымыз қызыл болып тұрады да. Егер 1200-ден қараңыздар, қазір мен жақындатып келатырмын, мына 1194-ке түскен еді. Даже қазір қараңыздар, 1199-ға түсірсем, осы кезде черныйға айналып кетеді. Өйткені ол басында солай берілген. То есть осылай біз мәндерін өзгерте берсек болады. Max with деп те өзгертсек болады. Бұл max деген мынау мәні 1200 пиксельден төмен болса, біздің экранның разрешениесі, сол кезде бізде постоянно қызыл түске болады. Ал 1200-ден сәл жоғарыласа, мына 1201-ден жоғары уже қараға айналып кетті. Қазір 1200 десем қызыл болып тұр. Менің экранның разрешениесі 1366, то есть мына жерде ол мынау мәнді қабылдамайды, өйткені ол max with, яғни максимально только мына значение болған кезде ғана мына стильді бер дегенді білдіреді. Медиа запросы осы үшін керек. Одан кейін медиа запросы десе мынандай CSS кодтың астына жазу керек, өйткені мынау үстінде жазған бізде мынау body деген жазып кеттік қой біз мынау үстінде ше. То есть сол мынау медиа арқылы соны переопределять, яғни қайтадан үстінен басып жазып тастау үшін керек. Егер де қазір біз мынаның астынан былайынан жазып алып, астына қазір мен body background yellow дейтін болсам, и біздің қазір сайтымызға барып қарайтын болсақ, по-моему, ештеңе өзгермеу керек, или өзгере ма?
То есть қараңыздар, бізде мына үлкейтіп кішірейтіп жатырмын, по-любому бәрі любой момент сары болып тұр. То есть сіздер бірінші мынау осындай мынандай стильдерді әшейін мынау үсті жағына жазу керек та, медианың барлығын ең астына жазу керек. Сол кезде бізде ешқандай ошибка болмайды. Міне қазір қызылға айналады, міне yellow, қызыл, yellow, қызыл. Соны ұмытпаңыздар. Бүгін сабаққа осы, яғни медиа запросы мен viewport жайлы айтып кеттік. Енді келесі сабақтан бастап енді осыны өзіміздің сайтқа қоса бастаймыз. Келесі жолыққанша сау болыңыздар.